Tamam 20 minut тірлікті. Мына прикинь, бардық, бүйтесің деп 20 секундта жинап бер. Дело шляпе ол. Recommend them to come to Kazakhstan. Come to Kazakhstan. Yeah. Міне тұз аяғын әдейі көтеріп жабысып жатыр міне. Қалай қарасыңыздар? ಇದು тұз ғой Соның дәмін көріп, кәдімгі тұз екен. Тұз жоқ. Мен негізі наналы қашық. 27 машина бар, 75 адам бар. И вообще жалпы. Онша емес. Шашқарасаңдар, жоқ қондан жоқ. Саппортқа оператор боламын деп. Бұл жерде негізінде кезінде кен шығарған екен, бірақ та енді мына жақта міне қазір палау пісіріп жатыр. Ойбай. Мен палау. Журналистки такыштык. İçimizden gamaj gibi olduk. It will be, and actually it's amazing. It's amazing to see. Так, қазір біз саяхатқа шығып бара жатырмыз. Индерге қарай Атырау Намац клубымен бірге. Составта 4 адам бар. Қуандық ағай, біздегі биолог мұғалім. Шебер. Сразу бірінші айтатын нәрсе шебер. Бірінші адам Қуандық ағай сразу. Енді шебер деп жатсыздар, басқа мұғалімдерге де ол жұғысты болсын. Жалпы осындай сыртқа саяхатқа шығып тұрып ұнататын адаммын. Палатка, мынау деген сияқты. Ассалаумағалейкум. Атым Абай. Осы составпен Атырау Намацтың несіне барып жатырық. Ұйымдастырған волонтерлық ісіне. Бухгалтермін. Айтар кеңесім ақшаны дұрыс жолда жұмсай біліңдер. Все, жол болсын, сәттілік бәрімізге. Все, тема. Келесі біздің водитель. Единственный, неповторимый Абеке Канен. Водитель деп кешеме ғой, да, швейцар. Самурай. Японский самурай. Жаришься сезонно, рядом жарят планты, напаленные пацаны, напаленные манты. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on Бірінші локация Тұзды көлге келдік. Бұл жер енді қазір әппақ болып дұрыс көрінбей тұрған шығар. Вот осындай бір жер. Кәдімгідей былай қарасаңыздар. Тұз болып жатыр ғой, тұз. Ауасы таза кәдімгі. Что там? Легче дышится. Есть. Қандай. Давайте. Керемет жер. Қазақстанда осындай жерлер көбейе берсін десем қате болады. Көбеймей ақ қой сондай жерлер. Неге? Енді тұз. Жануар ешкім жоқ. Даже мына жерде байқасаң төменде қоңыздар біреулер жатырған сияқты. Шегірт келе жатыр ғой. Шегірт келер ма? Ай құстар. Точно шегірт. Шегірт ғой ма? Иә, шегірт екен. Шегірт келе В общем, sorry мен кішкене жүгіріп келген едім. Run Forest деген соң. Бірақ күшті сезім. Плюс тұзды ауа такой. Демалуға жақсы да, әдемі екен кәдімгідей, шыны керек. Еще дала кәдімгідей, күнде күшті керемет болып тұр. Қасымыздағы адамдарымыз да керемет жігіттер. Ары қарай тағы да жалғастырамыз бұйырса, көріскенше. Тема. Жәлеп. Сөйлеу скиллдарымды. Осындай бүйтіп. Көресің, дауыс кәдімгі. Прям тұз қонау, получается? Астыңыздар саяқ жауысып. Sen көрсетшін асын. Вот. Я айтсам тұрмын. Не сен жүгірейін ба? Жүре бересіз просто? Просто жүре берейін ба? Жарайды. Біріншісі көріңіз дейсің. Ал, бісміллә. Тұзды көл кішкене сулар қалып кеткен ба, бір нәрсесі бар.
осылай өтпесе болады, қатты терең емес екен. Осылай су жатыр енді. Мынау получается теңіздің табаны ғой, осылай жатыр. И аппақ қар айнала деген келмейді да бұған. Аппақ қар, су беті. Тұзда бірақ. Аппақ тұзды керек болған. Тыңдашы ән салайын мен, саған арнап кеш батқан кезде. Жас тамшылайды. Жазда. Короче, бүйтет көз процедура жасайды, мяқа келеді. Мына жерге шейін келетін суларға барады, ана жүректер бар. Шомыл алады да, карьерге барып түседі. И сосын бір күн душқа түспейді, типа процедура сондай. Бүйтет денені тазартады. Курортология институты дейді. Че там, абайға? Чек көрсеңізші. Чек көрсеңізші. Тегі тұзды ғой, ағыны. Суының дәмін көреді, кәдімгідей тұз екен. Прям тұз ба? Тұз жоқ қойса. Қойш. Тұзға тұз. Тұз жүрген. Просто обработкасы жоқ. Бір нәрсемен араласқан тұздар ғой, явно. Йод жоқ дейсіз ғой. Йод болуы мүмкін. Не өрмекшілер өмір сүреді. Бар, йод. Не өрмекшілер өмір сүреді. Қайтыс болады ма? Бірге өрмекші өмір сүреді, мына жүр. И секрет қолмай. Алатағын жаратылысы ғой, кәдімгідей. Мына секрет өрмекші. Спайдермен оқытыңыз а? Келмей мінбей жатыр қолма. Не айтайын? Білмеймін, өзіңіз бір нәрсе айтсаңыз осы туралы. Хорошо. Оқығандарыңыз. 500 метр жерде не деді жаңа? Атырау облысында Индербор деген кент бар. Осы Индербор кентіне 15 шақырым жерде аты шулы тұзды көл бар. Не байқап отырсаңыздар. Бұл жерде Менделеев кестесінің 16 элементі жасырынған екен. Мына көріп тұрған жерде бром, калий, аздаған йод және ас тұздары бар. 1978 жылы Дінмұхамед Қонаев осы жерге келіп, өзінің бағасын беріп кеткен екен. Жалпы осы жерге келгенде бір төбенің атын Димаш төбе деп қойған екен. Қайсы екен білмеймін, бірақ осындай жерлер бар. Осы тұзды көлге 30 километр шақырымда Малайсары, Махамбет Өтемісұлы, Мұрат Мөңкеұлы деген сияқты біздің ақиқ ақындарымыз, батырларымыздың мазарлары бар. Ар жақта қарасаңыздар, білмеймін, көріне ме көрінбей ма, зауыт бар. Тұз деген ТО осы жерде жалпы тұз өндірумен айналысады. Енді біздің ғалымдардың есептеуі бойынша осы жерде 647 миллион тонна тұздың қоры бар екен. Өте внушительная сумма. Және осы жерде 34 метр тереңдікте тұщы су қоры бар екен. Осындай қызықты бір статистика. Бірінші рет келіп тұрмын, Атырауда 11 жыл өмір сүріп жатырмын. Әдемі бір қардың арасында жүрген сияқтымыз. Дәмін де көрдік. Тұз. Тұз екен. Одобряйте, да? Одобряю. Смело очереден алып жей беріңіздер. Жесі? Жоқ. Өте керемет. Анаң ішіне ма? Ұнаватыр ма? Ұнаватыр дейді. Болды. Қанша? Атырауда 10 жыл өмір сүрген уақытындағы бірінші рет осы Индердегі тұзды көлге келіп тұрғанын кәм керемет жаратылыс деп айтайын. Жаратылыс па? Мә, жаратылыс емес. Не деп айтады? Жаратылыс қой? Жаратылыс. Несіме ұнады? Не, қандай әсер алдың? Не нәрседен әсер алдың? Не нәрседен әсер алдың? Жауап бере алмай, бірінші рет обработка жасалма тұзды өмірімде бірінші рет көріп, еще Қазақстанда, еще өзіміздің тиіп тұр Атырауда, Индерде. дәмін көрмейсің. Еще дәмін көрмеймін, тұзды кәдім. Тұзды. Сол, осылай шығып тұрайық, Қазақстан туризмін дамытайық, алға тек. Бит ба? Ё-моё, десей да? Оғасып кеттік. Еще телефон болмашы. Кинодағыдай отын. Кино басында деп
Кіріп кетті да? Как көрсетші? Кет қаған. Мені мынау тұз. Мен көрсетейін. Осындай тұз. Аз ғой анау сияқты несі жоқ қой, қызығы жоқ ғой. Тұз деп па? Ауыл қар да. Я сіздерге тұзды көрсетейін деп жатыр. Міне тұз Аяғын әдейі көтеріп жабысып жатыр міне. бірақ сұқпандысы еще. Мына кәдімгі тұздар. Жүрегіңіз бар ғой, түкіл деп отыр ғой жүрегіңіз. Мощный болып тұр тұзды. Аяқтағы тұз. Просто аяқты кішкене құрғап қалған екен да, и ағайлар. Дымқыл болғаннан кейін ағайлар ар жақтан барып бастырып осы жаққа алып кетті арнайы. Барлығы сіздер үшін ғой, құрметті оқырмандар. Енді оқырмандарды мына жаққа қалай тартамыз? Амат несіне клубқа Не жазылсын. қалай, қол қалай? Егер жаңағындай аурулар нелер ғой да? Тұз негізі ем ғой, негізі. Қандай аурулар? Мен ортада тастап тұр берейін. Білесіз? 10 ауру болса, соның 9-ына ем дейді тұз. Жаттап алыңыздар. Короче, индерде тұратындар өздері білет. Процедурасы бар. Тұзды көлге жаздығыны келіп түседі. Өйткені неде білетіндер бар шығар. Ақтөбе жоғарысында Россияда Илецк деген бар. Илецк деп айтады. Тұзды көл қып-қызыл. Сондай. Мияқта да сондай жараң жазылуларына, елерге тері жарасына, в общем, ем. Сосын карьерге түседі. И сосын примерно бір күн ба душ қабылдамайды. Процедура сондай. Сіңу керек да? Сіз не айтасыз? Бір неден айтады. Қосам. Қосамыз ба? Я просто водитель. Я водитель. Ну, мен өзім көзім жеткен Илецкіде болғам. Денедегі ана қалған жаралар, кішігірім жаралар көлге түсіп шыққаннан кейін примерно 2-3 күндікте уже кетеді. Өйткені ана тұз жепсей ма сондай нәрсе енді. Обновление сайма. Биолог химик емес, бірақ көргеніміз сондай енді. Қандай қанша? 1,5 миллиард тонна дедіңіз ба? 647 Миллион тонна. Миллион тонна. 1,5 миллиард Тұздың қоры бар. Қолларда ғой. Сонша не бар да? Яғни сіздердің Астанада отырып алып үйде бұлай тамақ салуларыңызды тұзға да осының арқасында. Әне. Біз таптық десең да. Мен негізі нан алуға шыққан десең. Алдың ба? Мыналар ұстап алып жібермейді. Мынандай бірде сақысып қойған. Сұхбат алайық деп. Қалай сізге осы жақтың экологиясы жалпы? Онша емес. Шашты қарасаңдар, жоқ қой, қақты. Тұз міне сізге сыйлыққа біздің компанияның атынан. Рахмет. Все, бол. Я еще что не заставил. Мен аяғым көтсіз аяғым көтермей. Міне осы жақты көріп шықтық. Тұздарын басқасын бәрін зерттеп қайтып бара жатырмыз. Сондай бір командамен. Біздің алдымыздағы топ осы тұзды көлге келіп, еліміздің көк байрағын желбіретіп қайтқан еді. Біз кешігіп шыққандықтан бұл шараға қатысып үлгермедік, көріп үлгермедік, бірақ видеосы бар. Ал баршаңыз білетіндей,
бағанағы айтылған Димаш төбе деген төмпешігіміз бар екен. Ана жақтан, жақыннан қарасаңыз, көріне ме? Жақындатып қоя ма? Походу солар Димаш төбе. Кезінде қателесем 1972 жыл ма Дінмұхамед Қонаев атамыз дейді. Сол кісі келіп бітіп осындай ат қойылған екен. Мынау Индер тұзды көлі, бағана көрдіңіздер. Точнее, то, что от него осталось. Жүгіріп өттік үстінен. Яғни осындай екі керемет жеріміз бар. Осы жаққа келуді кеңес беремін. 2 сағат болған сақтыңыз қателеспесем. Нешеде? 4-те ме, 3-те ме келдік осы жаққа. Бір тұзды жердің үстінде 2 сағат жүрдік қой фотоға түсіп. Қазір біз карьерге келіп қалдық, Индерде орналасқан. Және де бұл карьер өте қатты төмендікте орналасқан, көрсеңіздер болады. Осынша машина болып келдік, қазір көрінбей тұрған болуы мүмкін, бірақ та осы колонна болып келдік. Біз енді біраз уақытқа кешіп келдік. Негізгі мақсат бұл жерде осы Индер карьерындағы мусорлар тазалау болған. Мына жақта адамдар көрсеңіздер болады, әлде тазалық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бір акция ретінде ұйымдастырылды. Бұйырса осы жақта қалайын деп жатырмыз, палаткаға қонып, осы жерде завтракпен ертең қайттан обратно шығып кетеміз. Судың тереңдігі 4-5 метр деп айтты жаңа, және шомылуға болады екен бұл суға. Біз келдік, бұл Атырау Номад экспедициялық клубы. Осы жерде бұлар как раз жергілікті баратын табиғи жерлерді зерттейді и осыларды насихаттайды. Вот қараңыздар, примерно 27 машина бар, 75 адам бар, и осы жерде жиналып қазір уақытын тиімді өткізіп жатыр. Экспедицияда тек қана Атыраудың азаматшылары емес, сонымен қатар басқа елді мекеннен келген азаматшыларымыз да бар екен. Соның бірі Швейцариядан келген кісі. Енді сол кісімен кішігірім интервью болады. It's your first time here? In Kazakhstan? In Kazakhstan? Yeah, first time. How long have you been here? Only 3 days. Only 3 days, and all 3 days you have been in Atrau? Yep. Yep. Traveling by car or what? No, we do hitchhiking. Hitchhiking? Autostop. Really? Autostop. If it doesn't work, we'll take the train. And what's your next stop? Then we will go to Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and then we have a visa for China. Oh, China. So we'll go to China for sure, since we have the visa. Okay, and which cities in our country are you planning to visit? Maybe Astana. Astana? Yeah. Okay. For sure Almaty. And go to the mountains. And so far, that's the one we have in mind. Okay, and how did you find this expedition club? How you managed to find this one? Yeah. So we met. He's not here, but we met a guy on Couchsurfing. You know Couchsurfing, the app? The app? No, I don't know. Okay, so it's an app where like people who have a house and like a free bed. Like Airbnb, Yeah, it's like Airbnb but like for free. And so we just applied and told him like, we are here, can we stay at your place? And he said, yes, you can stay, but tomorrow I am going camping with a group of people. Do you want to join? And we said yes. So that's it. Really by luck. I have a question. Sure. So you're on the vacation, huh? Yes, but like long-term vacation. Oh, long-term. Huh? Yeah, so from Switzerland to here, it took me 1 year. 1 year. Yes, but I was slow, very slow. Hiking, 1 year. Hitchhiking, yeah, 1 year. And so then maybe I will continue traveling for like a year. So going to China and then going back, yes. Can I have one extra question? Sure. Sorry. No. What can you tell me about your job?
In Switzerland, I was a teacher. Yeah. Oh, we are also teachers. No way. Yes. Oh, that's so interesting. Crazy. Yeah, that's so nice. So I was teaching like for teenagers, like high school, and then I saved money with that. In Switzerland, we are missing teachers. I don't know about here, but in Switzerland, we miss a lot of teachers. So whenever I come back, I can just call, and then they will find a job for me. So it's not like if I leave 2 years, I won't have a job when I come back. It will be very easy to find something. So I decided just to quit, travel, and when I come back, I will start teaching again. So you have a colleagues in the Atra. Yeah, that's so nice. Yes. You're welcome. Yeah, but like you teach for like primary, high school? Secondary school. Secondary. High school? High school. we High can say. school. Hey, thanks for your interview. Oh, you're Sending out signals from me, sending out signals. Бұл жерде негізінде кезінде кейін шығарған екен, бірақ та енді біраз уақыттан кейін енді қазып болады, жердің түбіне түсет деген сияқты. Содан кейін астынан су шыққаннан кейін уже бұл кенді тастап береді екен. Мынау таза су дәл қазір айналадан жақта ойнап жатыр, палаткалар тігіліп жатыр деген сияқты. Жаңа айтқандай кешік келдік. Ясин кел. Ар жақта Ясин деген жігіт. Ар жаққа түсейін, наоборот. Симай қаласың кез. Все. Ясин мына жерде бізде дрон, камера, любой влог деп тұр ғой, тағы бір блог шығарам деп тұр бұйырса. Что там Ясин қалай жатыр? Күшті болып жатыр бәрі, жақсы, ойдағыдай, адамдар ойнап, көңіл күйді көтеріп, там плов пісіріп жатыр, анда костер жағылады, сосын әңгіме айтып танысамыз. Қалай жатыр жалпы видео түсіру, дронмен түсіру деген дүние? Сол өзім сол дрон түсіріп бастағаны 3-4 ай болды. Где-то марттарда бастадым. Мен до этого вообще ойламаппын осылай түсіріп жүретінімді. Просто дрон қызығып кетіп, маған папам сыйлыққа берген. Сөйтіп, потом камера алып, саяхаттарға специально влог түсіруге осындай экшн камера. Сөйтіп, осы Европа саяхат бірінші болды. Осы камерамен, дронмен күшті етіп полный түсіріп шыққан саяхатымыз болды. Енді дальше больше. Осындай, в общем. Күн уже салқындап жатыр кішкене. Жаңа кейінгі жып жылы сияқты. Или судың жағасы оғаннан кейін ба салқындап жатыр. Яқта не жатқан көрсетіп жіберейік. Опа. Қазір біздің қасымызда Ерік Шынбеков мырза, осы саяхатшы. Жазда білесіздер, дүркіреген жаңалықтар шығып кетті ғой. Францияға, Парижға, Олимпиаданың қолдауға, өз көлігімен, отбасымен саяхатқа шықты деген дәл осы кісі. Және осы саяхатты да ұйымдастырушы Атырау Намаз клубының құрушыларының бірі. Енді осы саяхат туралы, осы саяхаттың мақсат туралы кішігірім айтатын болады. Біздер қазір осы көрген жерлеріңіз 70-ші, 60-ші, 70-ші, 80-ші жылдары қазылған Кореяның орны, ескі Корея. Бұл жерде қазір ештеңе өндірілмеді, осылай тасталып кеткен, барит өндірілген. Мына шығып жатқан сулар сол жердің астынан уже қазып жердің астына түскеннен кейін, тұзды су шыққаннан кейін уже арқа-арта қазу жұмыстар мүмкін емес, сондықтан тастап кетеді. Ал қазір мына көріп отқан бұл Атырау Намаз клубының саяхатшылары, ішінде көптеген жаңадан келіп жатқан адамдар бар. Жартысынан көбін білмейміз, жаңа танысып жатырмыз. Сондықтан енді осыдан бұрын жаңа тұзды көлді көрген боларсыздар.
Тұздыкөл осы батыс өңірінің тұз шығарып жатқан жерлерінің бірі. Әр жағында завод бар, сол жерден тұз шығады, индер тұз деп аталады. Осындай әсем жерлерге келіп, мынандай табиғаттың аясында телефоннан, ютубтан ұзақ, сет жоқ, ұстамайтын жерде мынандай ойын ойнап, балалар жүгіріп, физически активный болып, адамдар бір-бірімен танысып, әртүрлі саланың адамдары бар, әртүрлі жерден келген бір, әртүрлі қаладан дегенде, солардың бәрі бір-бірімен танысқан жағып, балалар қараш бір-бірімен ойнап, үйде жүрмейді ғой бүйтіп. Сосын қазір от жағып, тамақ пісіріп, мына жерде гитарамен өлең айтып, түнгі аспанды қарап, костердің маңында сондай романтикалық бір неменен палаткамызды құрып, ұйықтауға жоспарымыз солай енді. Бір жағынан нетворкинг дейсіз ғой? Әрине, бұл танысуға бұл жерде. Осындай бір мақсатта біздің саяхатымыз уже кеш ауып жатыр, түн болып қалды. Осындай. Енді бұйырса қазір түнге қарай костердің қасында Ерік ағамыздың әңгімелерін еститін боламыз саяхаттан. Сол жерден тағы бір видеолар Құдай қаласа түсіреміз. Рахмет. Мына жақта міне қазір палау пісіріп жатыр. Ойбай, міне палау мына жақта пісіріліп жатыр, мына жақта шай қойылып жатыр. Құдай қаласа осындай табиғаттың аясында кешкі ас болады. Бұйырса. Біздің интервьюіміз ары қарай жалғасады. Және келесі кезекте бізде ханымдар жақтан сұрайық қалай болып жатқан. Атырау намаз клубында біраздан бері барсыз ба, бірінші рет па? Жоқ, мен біраздан бері бардым. Осы екінші рет шығып тұрмын ночевкамен. Өте тамаша, бәрі прям сплоченный, маған ұнайды. Сізде бұл бірінші опыт па, или уже бірнеше экспедиция нелерде болды, саяхаттар? Бірнеше экспедицияда болдым. Қызымыз екеуміз келдік. Қызымызға ұнағаннан кейін серуендік деп, орта керемет мында. Ортамен жақсы таза ауада, табиғатта демалу болатынын көрсетіп отырмыз. Жақсы демалу үшін обязательно комфорт болу міндетті емес. Обычный палатка болса да, ортамен любой жерде демала беруге болады. Сосын балалар телефоннан демалады, араласады. Это первый очередь, да? Балалар біздің айтқанымыз емес, көргенін істейді. Иә, балалар біздің көргенін істейді. Күн демейін, түн өте суық болып жатыр, білмеймін. Бірақ ана жақта костердің жанында болғаннан кейін жылынып жатыр. Міне біздің Ерік ағамыз қазір өзінің спичін беріп жатыр. Еуропаға барып келген туралы айтып беріп жатыр біздерге. Шығынын айтайын жатыр, қанша кеткен. Тыңдайық. Газға 908 мың кетті дейді. Қазір мен қалған шығындарды айта берем. Оған дейін бай готовность. Жүннаски какштық ауыстыралдық. Ішімізден гамаж киіп алдық. Сыртынан қалын шалбар. Яқта безрукавка, оның ішінде тағы қалын кейін. Сыртынан мынау полный дайынсың ғой түнге. Сондай салқын негізінде. Бензинге кеткені 74 мың теңге болыпты. Паром Греция мен Италияның арасына машинаны мінгізіп алуға 190 мың дейді. Қайтарда Балқан елдерімен қайтты. Сонда ақша кетпеген. Платный дороги 189 мың дейді.
сөзі мощный, тамақ істеп жатқан сияқты. Жаз дейсіз ба? Это будка. Грудка. Утиная. Өз кайфыңыз өзіңізде ма? Ішінде. Өз кайфыңыз өзіңізде болса, грудкасы. Тема. Дәл сол палау аяқтап пісіп жатыр. Сыңғаларымыз. Ташкентский палау. Шеф-повар. Артын көрсетіп жүрсетші. Шеф, отряд. Постой, мощный. Я закрыла. Біз жаңа бір кісімен түсірдік қой, Крис деген әйел кісімен. Енді сол кісінің қасында жүрген кісімен тағы бір интервью алып жіберейін деп жатырмыз. Мэтт екен, тоже Швейцариядан келген. It will be like a little interview. I have some questions about your trip. And my first question, how it's going here in Kazakhstan, in Inder. It's amazing because we didn't expect to come here. We just met our host on Couchsurfing and he just invited us to come here. So we also didn't know how it will be. And actually it's amazing. It's amazing to see all those people gathering at the same place. Also there is children, family, like single people, and we did some games. There is like a big fire. It feels like a strong sense of community, and yeah, so it's very nice. And did you expect something like this? I would say no, I never. What was your expectations from this trip, actually? I come from Switzerland. There is a lot of forest, so usually we do something like that in the forest or next to a forest. So in my mind, I'm in the middle of the desert, but still, I think I was expecting like some green forest, but the fire is the same, and like the cooking food together. So just I didn't expect like a place like a rock carrier like this here. Yeah. And the next question about how did you decide to come along from Switzerland and your next destination is Uzbekistan, as I know, yeah? And how do you decide? I'm a very curious person. In my family, we were farmers, so I didn't travel a lot when I was young, and I helped my family a lot. I worked on the farm for many years, and 2 years ago, 1 year ago, I quit the farm, and so I was just curious to meet new people, to discover new places, and with Chris, we talk about doing a big trip for like many years, and it's just happened that we decided that it was time and we didn't want to wait anymore. We decided not to take the plane because of ecological questions, and actually I think it's very nice because it's also the opportunity to meet so many people, also by couchsurfing, autostop, that works like very well. I feel good in Switzerland. It's like a nice country, but I think it's a good, nice thing to discover new places. Before traveling, Kazakhstan was like related to Genghis Khan, and you know what I mean, and also like those ex-USSR countries. Yeah. Okay, do you know Borat? Yeah, of course, I know Borat. I said that to Chris when I arrived in Kazakhstan. It's a bit sad. I think that a lot of people in Western Europe, they know Kazakhstan almost only by Borat. But at least we... Thank you. You're welcome. Yeah, that's all. In your roots something about like hospitality and being welcoming, and I think we are very grateful for that, so thank you a lot.
Actually, it's incredible. We couldn't expect something so nice. Just there's a rally in Kazakhstan, so we just. бір дәл қазір уже сағат 12:30 болып жатыр. И осындай Атырау наматтықтар бір-бірімен танысып жатыр. Біз сияқты алғашқы рет келгендер бар, бұрыннан танитындар бар, бір-бірлерін, бірақ біз сияқты алғаш келгендер танысып жатырмыз, білісіп жатырмыз. Осы экспедиция клубтың мүшелері осындай кішігірім бір-бірінен сөйлеп таныстырып жатыр. Неше түрлі адамдарды көріп жатырық, біліп жатырмыз. Кім қайда жұмыс істейді деген сияқты, неше түрлі қызметте жұмыс жасайды, неше түрлі саланың адамдары бір жерге бас қосып, жиналып, осындай керемет уақыт өткізіп жатырмыз. Мысалға мен қасымда қазір сіз қанша мемлекетте болдың дедіңіз жаңа? 6 ма, 7 Кауч не ма жаңа? Каф не еді? Сол ма сіздікі? Иә. Кауч серфингпен түсіріп жүрсем болады ма сізді? Айбай. Мысалға кауч серфингпен айналысатын кісі бар екен. Қасында. Жан-жақта елдің бәрін көрсеңіз да. Енді жан-жақта әлі көрмеген елдер көп енді. Жалпы кауч серфингпен қатырып көргем. Елдерді аралап көргем. Автостоппен Ресейде, Грузияда, Әзербайжанда қыдырғам. Үндістанда болғам. Иә, биыл. Қызық, иә. Каучсерфинг ол ақшасыз қыдыру, экономный вариант, сондай вариант қой. Андай саяхатта ешқандай қымбат емес, арзан, тек бір бастау керек. Бұйырса ертең жарықта бұл кісімен тағы да бір интервью алып жүреміз, детально ашып, каучсерфинг не екен, құдай қаласа. Осындай қызық адамдар отыр, жалпы неше түрлі таныса берсең көре бересің ғой. Stressed? Why stressed? We cannot speak again in French, you know everything. Ne stresse pas. Eat croissant. Eat croissant, don't stress. La vie est belle. Yeah, la vie est belle. Right. Le ciel est gris, la vie est belle. La vie est belle. On pourrait faire. We can do a song. Le ciel est gris. La vie est belle. Hayrat болып кеткен ғой көрдіңіз Quand viendras-tu me voir dans mon alpage, ma gracieuse que j'aime tant? Je trouve long le temps dans ces parages,
Tant de semaines j'attends. Tu m'as promis naguère ta visite. Les jours se passent, tu ne viens pas vers mon charbon à ce flacon. Faisons la guerre, buvons bien, buvons donc à ce flacon, faisons la guerre. Oh, nice. We got like we made a mistake, but it was okay. No one knows it. Yeah. This is so beautiful and deserve this. Girl, you look perfect tonight. Smile for me, beautiful. I wanna see who you are. Smile for me. Микрофон бітті ма? Жан жаққа алып кетті. Айтыңыз. Осы Индар карьерында бір күнімізді өткіздік. Таңертең тұрып жатырмыз, таңғы асқа кірсек. Одан кейін бұйырса қайтадан Атырауға жол жүреміз. Мына кісі кеше түсірген ағамыз ғой, айтқан андай Индияға барып, индустармен бірге жаттым деген. Осы кісі палаткасы көрсетіп жүрсің ғой. Каучсерфинг да? Каучсерфинг деген сайт арқылы саяхаттаймын ғой енді. Соны кішкене мұнда группаға айтамын, насихаттаймын, енді көріңдер, тіркеліңдер. Сол арқылы кішкене ақшаны тиімді экономдап саяхаттауға болады екен да. Себебі тұратын жерге, мысалы, гостиница ашқанданбайсыңдар, мысалы, сол жердегі адамдармен танысып, сөйлесіп, өмір салтын, мысалы, көруге болады да, именно ішінен көруге болады да. Бұл отельдегі өмір сияқты емес, енді комфорт жақ ондай болмайды. Бірақ енді етенен солармен араласып, сөйлесіп, не жейді, не көреді, қалай тұрады, солармен солай араласуға болады енді. Қарапайым адамдар өмірін көруге болады. Бізде қалада енді көп, Атырауда ондай көп жоқ, енді бір 3-4 адам бар қабылдайтын. Соның бірі өзімін 2017-тен бері қабылдап жатырмын. 200-ден астам адам қабылдадым үстіне. Бір 38 ба 40 елде болған бар уже елде. Көбі европалықтар, америкалықтар. Соңғысы енді кешегі қонақтар енді швейцариялық ерлі-зайыпты адамдар. Ол да танысқаныма тек қана сол күн. Онан Бразилиядан келіп жатыр, Франциядан келіп жатыр, адам көп. Таныса бересің, жүре бересің дегендей. Сол каучсерфинг ондай ештеңесі емес. Бағанағы жазып қоясыз, мынандай комната бар, мынандай нем бар, мынандай не істей аламын, кіргізе аламын. Бос болған уақытта бір қалаға шығаруға болады дегендей. Еліміздің әдет ғұрпын көрсетіп, салт дәстүрімізді қонаққа да апарғам, тойларға да апарғам. Реті келіп жатқан мына Атырау намазымен бүгін кеше фестке де алып келдім. Оның алдында да біздің Атырау намазының интеллектуалдық ойындары бар, оған да апарғам. Бірнеше адамдарды қызық болсын деп. Все жақсы. Осындай палаткамызда шықты. Біздікі мынандай енді кішкентай. 2 адам жату керек негізі біз болсақ. Жабайланып 4 адам жатып алдық қой. Сізге қашан керек? Ерай сізге сұрақ қойып саған. Ойлағандай болма, қалай өтті сіз үшін? Бітті ғой енді қазір бәрі қайтып жатыр көбісі. Меніңше өте тамаша өтті деп ойлаймын. Бәрі әйтеуір кімнен сұрамасам да бәрі күшті дейтін. Түнде салқын болды, енді дұрыс шындығы 10 градусқа дейін түскен болды әрі 10 немесе 8 градусқа түскен болды. Бірақ ешкім қатты сүйген жоқ, тоңған жоқ, әйтеуір киімдері бар, жылы бар, спальный мешоктары бар, дайындалған. Сол кезде жақсы шықтық. Бәрін көңіл күйі өте тамаша, таңғы тамақтар ішіп, одан сайын көңілдерім қазір рилс түсіріп жатыр, билейін деп жатыр тағы дейді. Қазір енді біздер жолға жүреміз, бірақ жолға жүрместен бұрын осы жерде қалған мусорларды соңғы 2-3 машина жинап, ана арнайы мусор жиналған жерге қоқыс жәшігіне апарып,
сол жерге фото түсіріп осындай жағдайда біз қалдырып жатырмыз деп индердің жергілікті әкімшілігіне жібереміз. Мына жерде келіп жинап кетіңіздер. Оларда мусоровоз бар, келіп алып кет дайындап тұрады. Мысалы соларға барып біздер тапсырамыз. Бұйырса үйге қайтамыз. Кешегі Швейцариядан келген кісілердің қонақтарымыздың палаткасы осы жерде қалды. Осы жерде түндерін өткізді. One question. How was the night? Actually, it was very nice. It was not cold, not warm. It was very quiet, so we slept very well. Will you call your friends to Kazakhstan? Or do you invite them? You mean my friend from Switzerland? Yeah, that's for sure. I feel I've lived like so many things, so that's for sure. I would recommend them to come to Kazakhstan. Yeah, come to Kazakhstan. Yeah. Қайтып бара жатырмыз. Аттарымызды алып алып. Бағана кеткен кезде жинап жатқан, әлі жинап жатыр. Алған кісілер жинап кетсе жақсы болар еді. Жігіттік намысыңыз әлі жермей тұр ма? Намысыңыз әлі жермей тұр ма? Былай берсе ұят қой. Сұраймыз өзінен қалай жинасақ болады мән деп. Давайте сұрақпаңыздар. Кеттік бірге. Примерно бір 20 минут болды да сіздердің тұрғандарыңыз ғана. Қиын екен аны. Жаңағы ғана келетін әкісілер. Уже қайтып келеді. Экспертің көмегіне жүгіндік 20 секунд қой. Сол қазір ғана кеткен сияқтыңыз. Енді түсірем ба деп келе жатсам. Жетісіп. Там 20 минут тірлікті. Мына прикинь, бардық, бүйтесің деп 20 секундта жинап берді. Дело шляпе болды ма? Біз мына инструкция бойынша, по идее, былай жасадық. Болмады. Керек емес беген инструкциясы? Білмеймін, по сути керек шығар, или біз инструкцияны дұрыс оқи алмадық. По идее, ол да уже бір науқы инструкцияны оқу фотоға қарап. Байы? Пипец суық болып түстің. Ема. Саппортқа оператор боламын деп. Су ма? Қайда отырасың? Ауыстырам, киім бар ауыстыратын. Вот такие вот дела. Су екен, былай түсірсеңші ма, қапталынан. Видите? Алдында көріп тұр су екен. Бұл жерде енді батып кету қаупі өте төмен. Немен көтеріп тастайды отызбен. Сөйтіп, осы Қуандық ағайымыз суға кіріп кеткен екен, оператор ретінде жүріп. Енді оператордың жұмысы қиын ғой, білесіздер ғой. Сөйтіп, су шашырайды, сөйтіп өздері толқын жасап алады, сөйтіп сосын су қылып алды. Негізі, мынаның тереңдігі 1 километрге дейін барады дейді. Орта жағында. Кеше 5 метр жоқ. Жоқ, мына жердегі несі 5 метр ғой. Бұлай 1 километр деді. Енді ан жақта жігіттер айтып жатыр, осы местный ғой өздері. Жаңа карьер болған ғой мына жер қаза берген дейді да. Аса терең болып қалған дейді. Осындай кішкентай жерде 1 километр астына қасу қаншалықты реально? Типа, үлкен болса понятно да былай. Бур болса, бурмен қазу болады мысалы. Негізінде. Енді мұнай емес, яқты кен өндірген. Иә, бір минерал ма бір нәрсе алғысы келген ғой. Сол мақсатпен жасалған нәрсе да. Наполеон бір тексеріп алды ғой да. Иә, көреді мұн жақта. Көрдіңіз ба, тесіктер жар бізде мысалы да. Машинаның қасында. Сол сияқты ғой. Қарай тексереді. Бірақ негізі мөлдірді таза да. Күшті кәдімгі қарайсыз ғой, мусор бәрі көрініп тұр кәдімгі күшті. Бірақ бұл суды жұтпауға кеңес береміз. Тойып тұрып жұтсаңыз құсасы ғой. Жоқ, одан бөлек мына жақта қателеспесем, кеше айтты ғой ағамыз, барий өндірген сияқты, по-моему. Барий радиоактивный деп білем. И так радиация бар, короче, суық кезде мына жаққа полицейскийлерге кіріп алады екен. Иә. Түсірмейді. Иә, түсірмейді, аяқ не болып кетеді, суық кетеді, и радиация шығады екен, көтеріледі екен төбеге. Суық кезде қыс па? Суық кез, блин, жаздың өзінде де не істемейді екен. Кеше жасаватқандар бар ғой, сол жігітпен сөйлестім. Бір рет не істеген, жаздың кезінде түсірген адамдарды 328 мыңға қадалған ғой, короче. Сонда мына жерде торжандай бір қасып тастаған жер бар енді. Опаснылау кішкене. Дәл қазір осы жерде Қуандық ағайымыз нәскиін түсіріп алды. Менің нәскиді. Обидно, да? Просто обидно. Прикиньте, соттың түсіп кетсең жер телефон.
сырымыз бітпей жалғыздықтан жағымды